Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Қазір жаз мезгілінде көкөніс жемістерінің барлығы пісіп жатыр. Базарда барлығы қолжетімді. Бүгін сіздермен бірге кабачкидан котлет жасайтын боламыз. Өте дәмді, еттің орнын басатын өте дәмді котлет жасаймыз. Бізге керегі 2 дана, 3 дана кабачкиімізді қабағын ашып, дәл осындай теркамыздан, үкішімізден өткізіп алатын боламыз. Кабачки адам ағзасына өте пайдалы, әрі тез піседі. Соның үшін кабачкидан котлета жасайтын боламыз бүгін. Өте оңай. Менімен бірге видеоның соңына дейін қараңыздар. Менімен бірге сіздер де жасап көріңіздер. Ұнап жатса комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Мен 3 дана кабачкиімізді үкіштен өткізіп алдым. Міне осынша болды менікі. Енді үстіне тұзымызды себеміз. Тұзымызды себіп, кішкене араластырамыз. Тұзы сіңгеннен кейін кабачкидің суы шығады. Сол суының барлығын біз алып тастайтын боламыз. Міне араластырып қойдым. Қойып қоямыз. Енді бізге керегі 2 дана картоп пен 1 дана сәбізімізді тағы да үкіштен өткізіп алатын боламыз. Ал енді сәбізімізді үкіштен шығарып аламыз. Ал міне үкіштен өткізіп алдық. Енді ыдысымызға салып, оның үстіне де тұзымызды салып, 5-10 минутқа қалдыратын боламыз бұны да. Ал тұзымызды салып, араластырып, 5-10 минутқа қалдырамыз. Ал міне кабачкиіміздің суы міне шығып қалды. Енді қолымызбен жақсылап сығып, суынан ажыратып алатын боламыз. Суы өте көп шығады кабачкидің. Осылай барлығын суын сығып дайындап аламыз. Міне сәбіз бен картоптың да суыны сығып кабачкидің үстіне саламыз. Барлығын осылай істеп алдым мен. Ал барлық массаның суын сығып алдым. Енді 3 дана жұмыртқамызды кабачки мен картоп сәбіздің үстіне салып аламыз. 3 дана жұмыртқа. Тұзымызды саламыз. Қара бұрышымызды саламыз. Зіренің ұнтақталғанын саламыз, жарты қасық. Міне манни кашаны 5 қасық салып аламыз. Енді барлық массаны жақсылап, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Ал міне араластырып алдым. Енді укропымызды майдалап турап аламыз. Укроп, көк пияз салсаңыздар да болады. Менде көк пияз жоқ, соның үшін укроп қана салдым. Өз қалауларыңызбен укроп салуға болады. Менде сырымызды да үкіштен өткізіп аламыз. Міне үкіштен өткізіп алдық сырымызды. Енді жаңағы массамыздың ішіне
сырымызды салып аламыз. Тураған укроп, оны да қосамыз. Енді тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Жақсылап араластырып аламыз. Міне, осымен дайын. Енді біз котлеталарымызды жасайтын боламыз. Қолымызбен дәл осындай алып, өз қалауларыңызша көлемін кішкентай үлкен етіп, істеп, дәл үстеп жасап алдым мен. Тақтайға қағазды төсеп, котлеттерді қолыммен жасап, барлығын алдын ала жасап алдым. Міне, жасап болдым. Енді газға табамыз қойып, ішіне сұйық майымызды құйып аламыз. Майымыз қызыған соң, міне дәл үстіп котлеталарымызды салып, екі жағы қып-қызыл болғанша, екі жағын қорып алатын боламыз. Міне, өте оңай, тез-ақ дайын болатын, етті де қажет етпейтін котлетаны жасадық. Үйде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Дәл осылай асты қызарған екен, бетін тағы да аударып, дәл үстіп барлығын бірін-кетін пісіріп алдым мен. Міне, біздің котлеталарымыз дайын болды. Үйде жасап көріңіздер, өте дәмді. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға ас болсын. Міне, біздің котлеталарымыз дайын.